Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін менің арнамда осындай балды торт жасайтын боламыз. Медовый торт. Өте биік, жұмсақ және әдемі болып шығады. Міне қолмен ұстаған күннің өзінде жұмсақ. Қождары да өте жұмсақ, осындай қатты қалың емес, қатты жұқа емес, әдемі болып шығады. Ал енді бастайық. Бізге балды торт дайындау үшін май, жұмыртқа, қант, бал, ұн қажет және ас содасы. Креміне магазиннің қаймағы мен сгущенка вареный. Ең бірінші майымызды және 4 қасық балды, қантты водяной баняда ертіп аламыз. Суды қайнатып, осы ыдысты соның үстіне қоямыз, бірақ су тимеу керек астына. Міне сүп салып аламыз да, енді бұны ысытамыз, ертеміз. Достар, міне біз майымыз бен бал ерді. Енді осы май мен бал ысымай тұрғанда үстіне жұмыртқаларды бір-бірден шығарып, жақсылап тұрып араластыру керек. Ең басты ысымай тұрғанда салыңыздар, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Өйстіп ешқандай араласпаған жер қалмау керек, жақсылап араластыру керек жұмыртқаны. Және де бір-бірден салған дұрыс болады. Жақсы араласатын болады. Міне өйстіп жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді 4-шісін салып араластырайық жақсылап тұрып. Содан кейін жаңағы 1 қасық ас содамызды салып, әбден біздің жаңағы құймамыз көтерілгенше араластырып тұру қажет. Міне содамыз салдық. Енді қазір осы содадан кейін міне карамельді цвет болады. Осы әдемі болып көтерілді. Енді осыған сразу бізге жаңағы жарты стақан ұнымызды салып араластырып алу қажет. Және де тез жылдам араластыру керек, түйіршіктер қалмау үшін. Ыстық күйінде өйстіп араластырып аламыз. Енді осыны қалған ұнымызға, 5 стақан ұнымызға ортасына жақсылап орнын ашып, ортасынан осы құйманы барлығын құйып, жұмсақ қамыр елеу қажет. Достар, қамырымыз өте жұмсақ болу керек, сонда біздің қождарымыз жұмсақ болып шығады. Міне осындай қамыр шықты, қолға жабысатын өте жұмсақ қамыр. Және столымызға біз жарты стақан ұнды шашып, оған үстіне осы қамырды саламыз. Жұмсақ қамырды осылай ортаға жинап, ыдысымызбен жауып қоямыз. Бір жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойсаңыздар да болады. Міне өте жұмсақ болып шықты қамыр. Өйстіп елеп кішкене үстіне жауып қоямыз. Достар, міне біздің қамырымыз 1 сағат тұрды. Енді осы қамырды осылай 8 бөлікке бөліп аламыз. Мен кондитерский весамен өлшегенде әрқайсысы 195 граммнан болды. Өлшемесеңіз де болады. Енді осы қамырларды жақсылап дөңгелетіп оқтаулаймыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, сондай орташа көлемде болу керек. Міне өйстіп оқтаулап алдым. Енді осы қамырды оқтауланған үстінен шанышқымен тесіп қоямыз. Әрбір жерден жаңа піскен кезде көтеріліп кетпеу үшін біркелкі болып піседі сонда. Міне достар, мен бүкіл 8 қамырды оқтаулап пісіріп алдым. Барлығы біркелкі шықты, өте жұмсақ болып шықты. Енді осыған жаңағы магазиннің дүкеннің қаймағы мен вареный сгущенкамызды араластырдық. Сіздерге қолдың қаймағын алсаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Енді осыны әрқайсысына 2 үлкен қасықтан салып, кремдерімізді барлығын тортымызға жағып шығамыз. Өйстіп әрқайсысын жағып шығамыз. Достар, міне мен тортымды барлығын жағып шықтым. Енді осы торттан кескеннен қалған қалдықтарын өйстіп үккіштен өткізіп, үстіне біз оформлениесін жасаймыз торттың. Осылай үгітіп аламыз. Сонда біркелкі болып шығады. Міне біз үгітіп алдық. Енді осыны тортымыздың үстіне жағамыз. Достар, міне тортымыз дайын болды. Балды торт өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Істеп жасап көріңіздер. Достар, егер де менің сіздерге видеом ұнап жатса, видеоның соңында лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Және де қоңырауды басуға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.